Семейде сутенер апа сотталды. Семейде 62 жастағы әйелге қаладағы сауналардың бірінде секс притон ұйымдастырғаны үшін сот үкімі шықты. Полиция мәліметінше, қабылдау орнында сутенер апа жезөкшелікті басқарған. Ол алдын ала жазылу бойынша келген клиенттерге түнгі көбелек қызметін ұсынған. Әрбір тапсырыстан зейнеткер орта есеппен 15.000 теңгеден 25.000 теңгеге дейін алған. Алайда бизнес ұзаққа созылмады. Жақын арада Stop Traffic жедел алдын алу іс-шарасы барысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері орынды әшкереледі. Тінту кезінде құқық қорғау органдары қолма-қол ақша мен басқа да заттай дәлелдемелерді тәркіледі. Жеңгетай мен 9 қызметкері жақын маңдағы полиция бөліміне жеткізілді делінген хабарламада. Ресми мәлімет бойынша жеңгетай қыздардың 3-і Қазақстан азаматы болса, 6-ы Өзбекстан азаматы. Барлығы операциялық есепке алынатыны айтылды. I don't know what you heard.